Пайғамбар алейхиссаламның 10 жыл қызмет қылғанын айтады Анас ибн Малик. Расул алейхиссалам дейді, бір нәрсені дұрыс емес істеп қойсам, мына нәрсе не үшін дұрыс емес істедің деп айтқан емес маған дейді. Бәлкім соның дұрыс емес істелінгендігін Пайғамбар алейхиссалам былай амалмен көрсете беретін еді дейді. Оны қазір психологтар былай айтып жатыр. Мысалға, көп ата-аналар балаларының проблемаға түсіп қалған кезде оны ұрсады дейді. Құлағын бұрап, ұрып, кей адамдар. Тыныш жүрмейсің ба деп ұрсып, баланы мияға сырып қояды да проблеманы өздері шеше бастайды дейді. Міне, Пайғамбар алейхиссаламның істеп кеткенін психологтар оны теориямен айтып жатыр. Ол дұрыс емес дейді психологтар. Кейін ата-аналар сұрақ қойып жатыр психологтарға. Онда не істеу керек десе, дұрыс жауабы балаға проблеманы өзін шешкізіп үйрету керек дейді. Яғни, мына жерде сен қателесіп қалдың, мына жер дұрыс емес негізінде. Сенен былай істейін сол нәрсені. Былай істесең, шығатын жол былай болады. Де бала өзі сол қиналып, солдан қайтадан проблемадан өзі шықсын дейді. Сол кезде бала болашақта ондай проблемаға түскен кезде де одан шығатын жолын біледі дейді. Ал көп ата-аналар не істеп жатыр оны? Сырып қойып, өздері шешіп тастайды сол проблеманы. Бала оны сезінбейді бәрібір. Ой, әкем аман болсын, әкем шешті проблеманы дейді. Дейді да бала екінші проблемаға ұрына бастайды мына жақта. Өйткені өзі ол нәрсені не істемеді, сезіне алмады, ол проблемадан шығатын жолды да өзі көрген жоқ. Анас ибн Маликке Пайғамбар алейхиссалам бір нәрсені дұрыс істеп қойған болса, неге солай істейді деп айтпайды екен? Бәлкім Пайғамбар алейхиссалам Анас ибн Маликке жолын үйретіп отыратын еді дейді. Әй бота, әй балақай, я унайс деген сөз, әй Анастың кішкентай ол. Мысалға, Харир деген мысық. Хурайра десе мысықтың баласы болады. Абу Хурайра деген сахаба бар ғой. Ана кішкентай мысықтың баласын көтеріп жүргендіктен кішкентай мысықтың әкесі деп аталып кеткен да ол кісінің лақабы. Сол үшін унайс деп Пайғамбар еркелететін болған жаңағы кішкентай баланы, ол Анастың кішкентай версиясы ол, унайс деген сөз. Ей балақай деп оны еркелетіп, Пайғамбар алейхиссалам оның жолдарын үйрететін еді дейді. Міне осылай Анас ибн Малик радиаллаху анхудың көкірегі оянып, көптеген мәселелерді осылай шешуге ол үйрене бастады дейді. Тіпті Пайғамбар айтады: "Я бунайя, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Расул айтады: "Ей балақай, саған айтарым, егер шаман келіп жатса, таңды аттырған кезде де, күнді батырып кеш болған кезде де, шаман келсе, жүрегіңде біреуге деген өшпенділік, ренжу, кек сақтап қалу деген нәрсенің бәрін жүрегіңнен шығарып таста, қолыңнан келсе оларды кешіре сал, сөйтіп мына жүректі ондай жаман нәрсемен толтырма деп мен осылай үйрететін Расулалла" дейді. Кім айтып жатыр бұл нәрселерді? Анас ибн Малик. Сол кішкентай кезінен бастап Анас ибн Малик айтады: "Осы жүрегімде кейін оны нәрсені сақтамайтын адам болдым мен" дейді. Мысалы, біреумен ренжісіп қалса, таңертең ренжісіп қалса, сол кешке оны кешіріп жібереді екен. Өйткені Пайғамбар оны сөйтіп үйретті ғой. Сен жүрегіңде біреуге ренжіп қалу, ашуланып, тағы басқа кек сақтау деген бәрін шығарып таста жүрегіңнен. Ол жақсы нәрсе емес. Деп осы нәрсені үйретеді. "Я бунайя, инна залика мин суннати ва ман ахяха суннати фақад ахаббани." Және балақай, мен тыңда деді. Дәл солай жүрегіңді таңертең кешке тазалап жүретін болсаң деді Пайғамбар алейхиссалам, онда бұл менің сүннетім деп айтты дейді Пайғамбар алейхиссалам. Расулалланың сүннеті екен бауырлар. Расулалланың сүннетіне қойып сақал қойдық па? Расулалланың сүннетіне қарай әдемі себін жүрдік па? Мынау кешірімді болды, кімнің жолы екен бұл? Бұл Расулалланың сүннеті екен. Ал кімде-кім менің сүннетімді тірілтетін болса дейді Пайғамбар алейхиссалам айтты дейді Анас ибн Малик, фақад ахаббани. Ақиқатында сол мені жақсы көретін адам екен деп айтты дейді Расулаллаһ саллаллаху алейхи ва саллям. Міне пайғамбарды жақсы көретінімізді сүннетке ілесу арқылы болатынын айтты. "Ва ман ахаббани кана ма'i фил джаннати." Және былай деп айтты: "Ал кім мен жақсы көретін болса" дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "сөзсіз ол адам менімен бірге жәннатта бірге болады" деп айтты дейді. Яғни Расулалламен жәннатта бірге болуым нәсіп етсін иншалла. Ол үшін Анас ибн Маликке айтып кеткені, ол бәрімізге айтып кеткені. Сол 10 жасар бала соны есіне қалып кеткен, соны риуаят қылып жеткізген кейін. Расулалла маған сөйтіп айтқан еді деп. "Я бунайя, иза дахалта аля ахлика фасаллим якун баракатан алейка ва аля ахли байтика." Ай балақай, есінде болсын, үйге кірген кезде үйге сәлем беріп кіргін деді. "Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат" деп үйге балаларға үйретіп қою керек екен. Расулалла 10 жасар балаға осыны үйретіп қойған.
кейін сұрадым дейді, солай істесем не болады деген кезде біл, кімде кім өзінің үйіне, әхіліне сәлем беріп кіретін болса деді, Алла Тағала сол отбасыға соның өзіне Алланың берекеті жауап тұрады деді. Отбасымыздың берекеті бұл Алланың сәлемінде тұр екен. Бұл да сүннет амал. Міне осыны Анас ибн Малик осының бәрін есінде сақтап, Пайғамбар алейхиссаламның жанында 10 жыл қызметінде болды дейді. Неше жыл қызметінде болды? 10 жыл қызметінде болыпты.